Бүгін Орал қаласындағы авиациялық мектеп өрендері алғаш рет 1200 метр биіктіктен парашютпен жерге түсті. Ептілік пен төзімділікті қажет ететін ұмытылмас сәт туралы келесі сюжетте. 15 жасар Дильназ Сайынова бүгінгі жауапты күнге тыңғылықты дайындалған. Алдымен бойыңды билейтін үреймен қобалжуды жеңесің, тәуекелге бел буып, қорқыныштан арыласың. Сонда ғана көктің құдіретін сезінуге болады. Алған әсерімді сөзбен жеткізу мүмкін емес дейді ол. Бірінші секіруді осы бір 15 минут бұрын жасадым. Өте өзімді қуанышты сезінемін. Мен өзімді еркін сезіндім. Аспандағы құс сияқты. Алғаш парашютпен секірген балалардың арасында бұл спорт түріне машықтанғандары да бар. Ол бүгін 23-ші рет биіктіктен секіріп тұрған 17 жасар Ева Пакылка. Жаттықтырушының айтуынша, талапты жас өзінің алдағы өмірін әуе қызметімен байланыстырғысы келеді. Занимаюсь парашютным спортом 2 года. Бұл спорт түрімен айналысқаныма 2 жылға жуық уақыт болды. Парашют спорты біздің қаламызда бар екенін білсімен осы мектепке келдім. Қазір мұнда келгеніме өкінбеймін. Авиациялық мектепте қазір 14 жастан жоғары 50 бала білім алуда. Парашютпен секіруге оқушылар жарты жыл бойына дайындалады. Мектептегі әзірлік сабақтары әскери тәрбиені еске салады. Темірдей тәртіп, қатал ұстамдылық, қатаң нақтылық. Мамандардың айтуынша, бұл спорт түрі жастар арасында кеңінен таралған. Алайда оқушылар санын көбейтуге қаражат мәселесі қолбайлау болып отыр. Ограничение связано с вместимостью самолета. Ұшақтың сыйымдылығы да аздау, небәрі 10 адамға арналған. Болашақта парашюттердің санын көбейту жоспарымызда бар. Сәйкесінше оқушылар қатары да артады деп есептеймін. Батыс Қазақстан облыстық спорт басқармасының басшысы балаларды бүгінгі атаулы күнмен құттықтау үшін арнайы келген. Айту керек, парашютпен секіру ең қымбат спорт түрлерінің бірі. Бір парашюттың құны 3 миллион теңгені құрайды. Оның үстіне балаларды әуеге көтеретін ұшақтың қажет құрылғылары, жанар-жағармайы бар. Ұшақ былтыр ғана жөндеуден өткен, мамандар оны енді 5 жыл мерзіміне жарамды деп жоспарлап отыр. Гүлжаз Бадиялова, Рүстем Ишанов, Алмас Кесемов, Ақжайық телеарнасы.